Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз ВКонтакте сайты жайында сөз қозғайтын боламыз. Сонымен ВКонтакте сайты бәріңіз білетіндей өте кеңінен таралған танымал сайттардың бірі. Қазіргі таңда 185 миллиондай қолданушысы бар деп оқып едім. Содан бұл сайтқа келетін болсақ, бұл сайт өте жақсы сайт. Біраз мәліметтер, өлеңдер, кинолар, бейне жазбалар, дыбыс жазбалар, тағы да басқа көптеген жақсылықтарды, жақсы дүниелерді осы сайттан таба аласыздар. Онымен қоса тағы да көптеген жақсы топтар бар. Соның ішінде жайдарман тобы. Сіздерді осы топқа қосылуға шақырамын, егер қосылмаған болсаңыз. Сонымен өзіміздің тақырыпқа оралсақ, жақында осы ВКонтакте сайтында қара тізім, яғни игнор дейді. Игнор, мысалы агентте игнор бар, сол сияқты осы ВКонтакте сайтында да қара тізім деген функция бар. Бұл функция арқылы сіздер өзіңіз қаламайтын, өзіңізге ұнамайтын қолданушылардан хат алу қызметін өшіре аласыздар. Сізді ешкім мазаламайтын болады. Сол қара тізімдегі кісілердің барлығы сізге еш нәрседе жазылмайтын болады. Сонымен бұл қара тізім қалай орындалады? Бірінші, сізге керек емес адам тауып аламыз. Мысалы, мынау маған, мысалы, керек емес. Енді керек емес былай. Мазамды алады да, болмайтын хаттармен. Осының жылдан басып жіберген сияқтымын. Осының бетіне кіреміз да, мына сілтемесін көшіріп аламыз. Сілтемесін көшіріп алғаннан соң менің қондырғыларым деген кіреміз. Бұл настройки болады. Осыған кіреміз де қара тізімді басамыз. Осы жерге мінекей мынау сілтемені қоямыз да қара тізімге қосу дейміз. Байқасаңыздар, мінекей мынау қолданушы менің досым қара тізімге кірді. Ал бұл қара тізімге кірген, яғни сізге хат жазамайтын болады, сізбен ешқандай қатынас орната алмайды ВКонтакте сайтында. Ал енді бұны біз өшіретін боламыз. Бұл бізге керек жоқ. Сонымен топтарға кіреміз. Осы топта тұра берсін. Сонымен достар, ұққан сияқтымыз, бірінші сілтемесін аламыз, көшіреміз, менің қондырғыларыма кіреміз, қара тізімді басамыз, осы жерге сілтемені қоямыз да қара тізімге қосу батырмасын басамыз. Сонымен келесі ВКонтакте сайтында жалпы өлеңдерді жүктеу кей кездері қиындық тудырып жатады. Бұл қиындықпен мен де ұшырастым кезінде. Қазір бұл қиындықты еңсердім десем болады. Ол үшін бізге Save From деген қосымша көмекке келетін болады. Save From Net деген сайттан жүктеп аласыздар. Осы арқылы мінекей осы қолдай алатын ресурстары ВКонтакте.ру сайты бар. VK.com негізі мынау. Енді қате кеткен шығар. Осы сайттардан сіз ойланбай керек нәрселеріңізді жүктей аласыздар. Осы Save From-ды жүктеп болған соң сіздерде өлеңдердің жәнде мынандай төменге бағытталған нұсқау шығатын болады. Осыны басасыздар, сақтауды басасыздар, бітті, сіздің компьютеріңізде осы өлең сақталатын болады. Сонымен достар, осы ВКонтакте сайтында мен осылар жайлы айтқым келген еді. Одан келесі бір айтқым келгені мынандай адрес мекенжай алу, веб мекенжай алу. Көп топтарды байқадым. Мысалы, мінекей қарасаңыздар, міне ХГТУ тарифы жайдарман тобының адресі мінекей
528 ары қарай сандар. Бұл ВКонтактенің өзінің берген мекен-жайымен жүр. Ал бұны біз өзгертуге болады. Өте оңай оны өзгерту. Ол үшін біз бірлестікпен басқаруға кіреміз де, мінекей беттің адрес деген жерге, мына жерге, осы жерге қажетті мекен-жайды енгізетін боламыз. Ал мынау мекен-жай өзінің автоматты мекен-жайы болып саналады. Бұл енді жаттауға да ыңғайсыз. Мысалы мен қазір 528 315 35 енді жаттауға ыңғайсыз ғой, былай айтқанда. Ал мынандай өздеріңіз жеке мекен-жайларыңызды қойсаңыздар, сіздерге қолайлы болады. Сонымен достар, ВКонтакте сайтында айтатын нәрселерді, керек нәрселерді айтып кеттік. Енді YouTube сайтына оралсақ. YouTube.com сайтында бірнеше жақсы дүниелермен бөліскім келіп отыр. Ол, мысалы бір арнаға кірдіңіз, арнада ешқандай пікір қалдыра алмайсыз, немесе менің біраз видеоларым астында сондай пікір қалдыру функциясын алып тастағанмын. Осы арнаның басшысымен қалай байланысамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы мен мәдениет арнасына бір осы модераторына хат жазғым келеді. Ол үшін мен информацияға кіремін, отправить сообщениеға басамын, тақырыбын таңдаймын, мәтін теремін, жіберемін. Болды. Еш қиындық жоқ екен достар. Сонымен келесі тағы бір бөлісе кеткім келгені, ол YouTube'тан видеоны қалай жүктеймін. YouTube'тан қалай жүктеймін, YouTube'қа емес. YouTube'қа жүктейтін болсаңыз, добавить видео, керек файл таңдайсыз, жүктейсіз. Ал YouTube'тан жүктеу үшін мынау жоғары жақтағы сілтемеге SS деген таңбашаны енгіземіз. SS дегеннен нақты білмеймін, бірақ S дегені save деген сөзден шықса керек, сақтау деген. Осы жерде мінекей MP360 ба қайсымен жүктейтіндеріңіз таңдайсыздар, яғни MP360 болса, бұл компьютерге болады, ал мынау 3GB болса, ол телефондарға дегендей. Сәйкесінше ең дұрысы жоғары сапада жазу, компьютер болса, ал мына FLV-лар олар сәл сапасы төмендеу, бірақ сәйкесінше жадысы аз болып келеді. Сонымен достар, бұл YouTube-тан видео жүктеуде еш қиын емес екен, оған көз жеткіздік. Сонымен достар, осы жайында айтқым келген еді. Және сөздің соңында бір видеоға қатысты бір өз ойыммен бөліскім келген еді, сол жайында айта кетсем. Жақында мен Наркескен арнамда бір видеоны жүктеген едім. Бұл видео жайында біраз пікірталастар болды. Плагиат дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен онымен түбегейлі келіспеймін. Біраз жерлерде бұл плагиат, бір Британ Got Talent шоуында тура осындай қойылым қойған дейді. Ал біздікілер жаңа шіркеуді мешітке, ұшақты танкіге, тағы да бір-екі жерлерін өзгертіп, оны қойды дейді. Ал мысалы достар, мен сіздерге қарапайым мысал келтіре кетейін. Мысалы мен қазір бейне сабақ жасадым. Осы жерде мысалы Save from Netпен бұрында біреу таныстырып кетті, мысалы, дұрыс па? Немесе қара тізімге қалай енгізу жайында, мысалы орыс болсын, басқа елдерде ол жайында айтып кетті. Ол жайында бейне сабақтар жасалды. Мысалы YouTube-тан іздеп көрсеңіздер, жаңағыдай как добавить друзей в черный список деген сияқты сабақтар жасады менің алдымдан. Мен оны қазір жасап отырмын ол сабақты. Ал оны 1-2-3 жыл бұрын біреулер жасады, дұрыс па? Енді мен қазір жасап отырмын да, ол плагиат болады ма мысалы? Мен оны кейін жасап отырмын олардың сабақтарын қарадым, былай үйреніп алдым, кейін оны қазақ тілінде мен жасап отырмын да, өзімізге ыңғайлап.
бұл плагиат болады ма деген сұрақ туындайды да. Әрине плагиат емес бұл. Плагиат емес. Сол секілді, мысалы мына Жұлдыз Сәтбаевна Екізу театрының қойған қойылымдары да плагиат емес. Себебі Батысон бірінші жасады, біз екінші жасадық. Ол қалай плагиат болады? Анау алдында да Достар киносында да мысалы оны да плагиат дейді. Қалай ол плагиат? Оны шетел бірінші түсірген адамдікі оригинал болды, екінші түсірген адам плагиат бола ма сонда? Сол сияқты нәрсе да достар. Бұл жалпы көлеңкелі қойылым деген ол белгілі бір өзінің өзіндік саласы бар театрдың бір жанры болып есептеледі. Ода қойылған қойылымдар ол ешқандай плагиатқа саналмайды. Ол тура соны көшіріп әкелсе, ол плагиат болуы мүмкін. Ал бірақ біз өзіміздің стильді енгізсек, оның ішіне өзіміздің идеяларды енгізсек, ол еш плагиат болмайды. Сонымен достар, осы жайында айта кетейін дегем. Жалпы пікір білдіретін болсаңыздар, дәйекпен, дерекпен пікір білдіре кетсеңіздер құба-құп болар еді. Ал өтірік байбалам салып болмайтын нәрселер айту ол қазақилыққа да, жалпы адамгершілік қасиеттерге де жат нәрсе деп білемін. Сонымен достар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сіздермен болған Айдын. Келесі бейне сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар.